Баршаңызға қайырлы күн. Осындай тез дайындалатын глютенсіз күріш нанын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға айранды құйып, үстінен соданы саламыз. Соданы алдын ала лимон шырнымен немесе уксуспен касет етіп аласыздар, нанға дәмі шығып тұрмас үшін. Одан кейін жақсылап араластырып, үстінен жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Артынан ерітілген сары майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Және крахмал. Жүгері крахмалын саламыз. Күріш ұнын салып, жақсылап қою масса шыққанша араластырамыз. Массамызды пергамент төселген формаға немесе форманы жақсылап майлап, массамызды құйып, нанымызды бетін тегістеп аламыз. Ішіндегі ауасын шығару үшін столдың бетіне бірнеше рет ұрып, осылай жасаймыз. Сонда нанның беті тегіс жарылмай піседі. Нанымызды 180 градуста 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Бетіне қалауыңызша жаңғақ сепсеңіздер болады. Нанымыз пісіп шықты. Жасап көріңіздер, өте дәмді ас болсын.